Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша шылау тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 125-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнның өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Дескрипторы мәтіндегі негізгі ойды анықтай аламыз және сөз бен сөздің арасында келетін шылаулардың мәнін түсінеміз. Қалай жазылатын білетін боламыз. Балалар, біз өткен тақырыпта шылаудың мағыналарын түсінген болатынбыз. Ендеше оқулығымыздың 114-ші бетіндегі 26-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Балалар елін бағындыру. Ертеде балалар елі деген бір ел болыпты. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ, жұпыны өмір сүріп жатқан көңілсіз ел екен. Сондай күндердің бір күнінде балалар елін бір патшалық бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен-ақ балалар елі бірден көңілденіп сала беріпті. Айнала айқай-шу, тар-думан. Ертеден қара кешке дейін бар баланың білетіні тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салынып, өмірдің басқа жағынан хабарсыз қалуға айналды. Есілдерін ойын билеген баланы көріп пе едіңіз? Мұндай бала тіпті тамақ ішу керектігінде ұмытады екен. Ата-аналары әрлі-берлі ақылдасып, көмекке еңбек, оқу, өнер, кітап, спортты шақырыпты. Сол-ақ екен балалар елінің тіршілігі жанданып қоя беріпті. Нұрдәулет Ақыш. Ендеше балалар, мына сұрақтарға жауап іздеңдер. Балаларға көмекке келген бесеудің қайсысы бірінші болуы мүмкін? Мәтіндегі негізгі ойды тұжырымдаңдар. Спорт пен өнердің мағынасын айтып беріңдер. Мәтіндегі шылауларды тап. Бұл шылаулардың қандай өзгешілігі бар? Есіңде сақта. Қой, ғой, қана, ғана, ақ шылаулары өздері қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, даралау, тағда басқа мағыналар үстейді. Қой, ғой шылауы өзіне қатысты сөзбен бірге сөйлемде баяндауыш болып келеді. Мысалы, көрші үйге барып келе ғой. Өзі тіркескен сөзден ақ шылауы дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, мұның жөні ақ. Ма, ме, ба, бе, па, бе шылаулары өздері қатысты сөзге сұраулық мағына үстейді. Мысалы, сен сабақ орындадың ба? Жамалды көріп пе едіңіз? Осы ережені есте сақтап, дәптерлерімізге жазып аламыз. Ендеше келесі жаттығу. 27-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті шылауды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем. Ол өз ойын бірден ақ айтқан. Қалған сөйлемдерді керекті шылауларды қойып толықтырыңдар. Және де шылаулардың астынсыз олардың қандай мағынада жұмсалып тұрғанын айт.
Үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 116 бетіндегі 29 жаттығу. Шылауларды салыстыр. Әрқайсысының ерекшелігін анықта. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.